Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 9-шы сыныптар үшін 3-ші тоқсандағы номер 2 адам ағзасында химиялық элементтері бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдайтын боламыз. Олай болса тапсырмаға көшейік. Тірі ағза үшін маңызды химиялық элементтердің биологиялық қызметін сәйкестендіріңіз. Бірінші бізде калий бұл жерде фотосинтез үрдісіне қатысып жүрек соғысын реттейді. Бір С. Екінші кальций бізде сүйектер мен тістердің құрамына кіреді. Қанның ұюына, бұлшықеттің жиырылуына қатысады. Екінің жауабы Д. Үшінші бізде фосфор ДНК, РНК, АТФ тағы басқа органикалық заттар құрамына, сүйек ұлпасында және тіс кереукесінде болады. Сонда бұның жауабы В. Күкірт органикалық заттардың нәруыз кейбір амин қышқылдарының құрамына енеді. 4. Сонда А жауабы болады. Келесі тапсырма. 9-шы сынып оқушысы Айдың медициналық тексеруден өту кезінде оның ағзасына темір элементі жетіспеушілігі анықталды. Ағзадағы темірдің орнын толтыру үшін сіздің құрдасыңызға қандай тағамдар түрленін пайдалануды ұсынар едіңіз? Кемінде 3 мысал. Темірдің орнын толтыру үшін бізде бауырда темір көп, бұршақ тұқымдастар, және анар. Қызылша деп алсаңыздар да қате емес, қате болмайды. Келесі. Адам ағзадағы темір және йодтың жетіспеушілігі қандай аурулар туғызатынын болжаңыз. Темір бізде қаназдық, анемия. Йод бұл қалқанша, безі аурулары. Зоб. Келесі, мына жерде глюкоза әуелі балқиды, содан соң қоңырланып жанып кетеді. Қандауырда қара түсті көмірленген масса қалады. Бұл нені дәлелдейді? Глюкоза құрамында көміртек атомдары бар. Атомдары бар. Екендігін дәлелдейді. Келесі, батареялар қандай ауыр металдарда кездеседі? Плюмбум, траркерум және кадмий. Бұл металдың адам мен жануарлар ағзасына қандай жолмен түсетінін сипаттаңыз. Траркерум буы арқылы, плюмбум және кадмий бірінші суға түседі,
судан балық, балықтан адам ағзасына түседі. Улы зиянды заттардың қоршаған ортаға әсерін азайту үшін бір ұсыныс жазыңыз. Қайта өңдеу қажет. Және залалсыздандыру. Келесі тірі ағза үшін маңызды химиялық элементтердің биологиялық қызметін сәйкестендіріңіз.